Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Жаһанды мен танығаныма бұл 10 жылдан асып кетті. Сол аралықта, сол 10 жылда мен әртүрлі жаһанды білем. Бұзық жаһанды да білем, өте дұрыс жаһанды да білем, қазіргі ақыл тоқтатқан, орда бұзған жаһанды да білем. Ең алғаш жаһан намазға жығылыпты дегенді естіген кезде, қош, жаһан ба? Деп шок болғанбыз бәріміз. Не себеп болды сол кезде бәрін тастап дінге бет бұруға? Жалпы негізі себеп болғанда, өзім алыс адаммын негізі. Ол кезде азан шақырып атады ғой, мешіттерде азан шақырған кезде қашатын едім. Ана базарда біздерде Оралда мешіт бар. Сол жерде азан шақырылып атқан кезде мен жүгіріп базардың ішінде диск сататын, кассет сататын жерге тұрып алатын едім. Естімеш, өйткені қатты қорқатын. Маған ең бірінші жұма намазына баруға себеп болған өнер қырандар театрының актері Анвар. Мынаны байқа, мынаны ал, ұста. Ұстамаймын апа, берім ауырады, берім. Беліңмен емес, қолыңмен ұстап алады. Әлібек деген досым болды, Байнешев Әлібек, бары әлі де доспыз. Сол Әлібек ең бірінші рет мені оқудан шығарып жіберді. Үстімде жаман плащ, жаман болғанда енді плащ екі ілкегі бар. Азып жүрген кезім, бір сөзбен айтқан кезде бар ғой. Үйдегілердің маған берген ақшасын мамалар көрсе күлетін шығар, сол кезде білмейді олар. Оқуға неге шығарып жіберді, потому что мен оқудың ақшасын андай автомат бар ғой, соған салып жіберген. Юрфакта оқимын айтпесе өзім. 90 мың жылына төлеп оқиды, 2003-2004 жылдары ойдай ақша ғой. Сөйтеді жаңағы дос балам айтады, мен жаңағыдай осылай Аллахтан сұрасаң жаһан саған береді. Не жүрсің мынау? Қалтамда зубной щетка, любой дос балам менен қона салам, зубной щеткамен тісін шайып аламын да, дәл жүре берем. Шампунь любой нейінде бар ғой, басын жууға. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы Әлбек айтады, сен Есен аға хабарлас, J-Club дейтін передача ашты. Ақыры КВМ-мен кеттім ба, соның түбіне жетсең. Дейді ғой маған. Сосын айтады, мен намаз оқып, оң келіп жүр, жалпы сен дәрет алу білесің ба дейді маған. Айтады, мені дәретті былай аласың деп маған дәрет алу үйретеді. Дәрет алам, жатам, Алладан сұрайын. Аллах тағала, мен жолымды аша көрші. Аллах тағала маған бір жол көрсете көрші. Шаршап кеттім. Алладан сұрайын. Тек қана Алладан сұра дейді ол да. Аллахтан сұрайын. Намаз ештеңе оқымайды, тек дәрет алу алған адам ғой. Алладан шынайы сұрайын да. Сөйтіп таңертең Есен аға Жылайсың ба? Жылаған жыламаған есімде емес, бірақ өте көңілім босаған есімде. Есен аға звондайын деп мен репетицияға келем, ол кезде паспорт дейтін телефон болды, білесіз бе? 8700 деп басталатын. Ол біздің командада Нұрлыбек дейтін балада тек қана. Беш мен Есен ағамен сөйлесіп көрейінші деп айтайын деп атсам, Нұрлыбек маған айтады, жаһан айтпақшы түнде сағат 1-лерде Есен аға соқты. Сіздің командада бір көзі бақырайған бала бар еді ғой. Соны не істеп жатыр, қайда деп сен туралы сұрады дейді ғой. Вот сол кезде мен шок болдым, шынымды айтайын. Сен ол кезде дұға етіп жатқан? Мен уже дұға етіп болған кезім. Вот сол кезде мен қатты босап кеттім. Ананы естіген кезде ойлашы сен, Алладан сұрадың, момент саған берді де. Өйткені сөз бар ғой, Аллах тағала 3 күннің дұғасын қайтармайды. Сафардағы қатты қиналған кездегі дұғаны, сосын әкесінің, анасының баласына тілеген дұғасын қайтармайды. Аллах деген мына жерге қалды кішкене. По чуть-чуть 2007 жыл. Есен ағаға звондаймын, Есен аға осылай. Бәрін айтамын ғой, оқудан шығарып жібереді, әке-шешем ақшасын жоқ, дымым жоқ. Есен аға, пожалуйста, мені алып кетші, зарплата ештеңе керек емес маған. Тек қасыңызда жүрейінші дедім. Маусым ашарға кел, сол кезде сөйлесеміз. Алматыға келгеннен кейін бар, мамалар звондады. Жаһан, сен қайда жүрсің вообще? Сол кезде айттым, мама, кешіріңіздер, папа, осылай оқудан шығарып жіберді мені. Мен үміттеріңізді ақтаймын қалайда. Ақ сүттеріңді ақтаймын, маған кедергі болмаңыздаршы, пожалуйста. Наоборот, баталарыңды беріңдерші маған. Сөйтіп келем, 1 ай, 2 ай өтеді, 2 ай қиналамын мына жақта. Есен аға ол кезде бәрі талпа бала жатамыз, көп балалар жатамыз квартирада. 12, почти 10 Шымкенттің баласы болды қасында. Клиент звездалар, Марат, Шапағат, Айбек, Арслан, Сейтжан, Мади. Бұлар жалғыз осы батыстың баласы, қалған осы оңтүстіктің, солтүстіктің балдары, шығыстың балдары, жаһан көзі тәжірибе. Не етсе содан маған айтып тұрады, содан бір күні бір. Солардың арасынан битіп, өзіңді көрсетіп, мен де ойнай аламын деудің өзі қиын болды да. Әйтеуір Аллахтың қалауымен сөйтіп өттік қой периодтан. Сол кезде уже Ануар мені мешітке апарып, кішкене уже дінге бет бұрып, шамалы болса да 2008 жылы бірінші рет ораза ұстадым сол кезде. Қалай болады екен деп, мә күшті екен, қарнашама деп басында ойлайтын едім. Сөйтіп барып уже кішкене ойланғаннан кейін барып кішкене
оказывается 5 уақыт намаз деген бар екен. Үйдегілер бірден қарсы болды. Мен бірден айттым. Мен намаз оқып жүрмін Алматыда. Ол кезде көп жігіттер шетелге жаңа басқа елдерге мұсылман бауырларымыз үшін кеттік деп кетіп жатқан кез болды, иә? Қиын кезде Ең болды. қиын кез болды ғой, иә. Ата-анаң содан қорыққан шығар. Енді ата-ана деген ол намаздың, ол исламның жақсы екенін білмейді ғой. Потому что біз примерміз, біз көрсету керекпіз. Мен бір күні папама айтамын ғой, папа, не намаз оқымайсыз, жақсыңыз біразға келіп жүре бересіз. Ой, деп отырды да, сосын мен айтамын, айтпақшы, исламда папа мынандай нәрсе бар. 2 әйел, 3 әйел, 4 әйел алуға рұқсат етеді дінде десем, папа жайлап, мына жерлерің жақсы екен. Папаң өзің сияқты приколист екен ғой. Мына жерлерің жақсы екен деді, мама деді, қой кет, саған не керек? Жоқ болып кеттің да, бір кезде қайтып пайда болдың. Эфирден бәрінен тыс қалып қойғаннан шаршап кеттің ба, сағынып кеттің ба, не себеп болды? Біріншіден, тастап кетуіме себеп болған әкемнің бір ауыз сөзі. Өйткені мен сол жылы үйлендім. Мама да, папа да, балам, болды ғой. Қашан жүре бересің? Мына келін алып жатсың, біз сонда қызығын көрмейміз ба? Келіннің қызығын көрейік та. Сөйтіп мен ауылда қалып қоямын. Қыстақта тұрды деп естідім. Иә, қыстақта, жазда сол қыстақтың үстінде сыртын чөт-чөт ақтап жібересің де. Сосын бір жағынан уже шаршадым. Шыны керек бар ғой, гастроль, концерт, КВН. Сосын уже деген бір пауза алып алайыншы дедім. Сөйтіп паузаға ұласып кетті де, ол жыл айналып кетті. Қалып қойғанбыз ғой. Қарайып қалғанмын ғой ауылда. Дым білмеймін. Ештеңе білмеймін. Оказывается, заман алға қарай екшік жасап кетіп қойған ғой. Біз ауылда жүрген кезде. Телефоның да жоқ, смартфон. Ештеңе жоқ, қайда? Простой телефон қытын деп звондайтын. Бір күні мама тағы да себеп болған. Бір екеуміз шай ішіп отырдық, мама екеуміз. Сол кезде айтады, Жақан балам, шынымды айтсам, мен сахнада жүрген баламды сағындым. Сол сөзді мен көп ойланып жүрдім. Бір айдай кезде ойланып жүрдім де, сосын қалаға келдім, уже Оралда жүрдім. Қалада жүреміз. Бір күні мен ең бірінші болып Назар аудардың балдарына звондадым. Назар аудар, өйткені мен кезінде Ақболат, Ғазиз, Самат үшеуін мен сахнаға алып шықтым да. Мектепте оқиды олар. Ол кезде колледжде оқиды. Енді қазір білмеймін, Ақболат жиі айтып тұрды маған енді. Брат, есімде бәрі. Бірінші соларға хабарласам. О, брат, біздерде финал ойын деп жатыр, давай бірге дайындалайық. Келшейшті. Дайындықтарына барам. Аналардың дайындықтары бөлек. Бір ойын болды, сразу Оралда. Сол ойынға мені шығарады, осылай отырғызады да. Просто сөйлемеймін, микрофон беріп қойды ғой. Кәдімгі бүйтіп дірілдеп тұрды ғой қолым. 1,5 жылдың ішінде. 1 жыл примерно, одан аз болмас. Дірілдеп тұрмын да кәдімгі. Деп кәдімгі өзіммен өзім сахнадан қорқып. Бір бала келді де, Оралда жүрген кезде, неге Тұрсынбекке хабарласпайсың? Жерлесің ғой. Тұрсынбекке звондаймын, Тұрсынбек шошып кетті шыны керек. Олар да сіз сияқты ғой, наслышан, Жақан бүйтіп кеткен, Жақан сөйтіп кеткен. Жақан қалдар ғой, жақсың ба? Иә, жақсы. Тоқа просьба. Мен сахнаға шықтым келеді жақта. Осылай сахнаға шықтым келеді. Тәке театрыңа бір жерге жұмысқа шешіммен келді. Жақан, давай енді деді маған. Қалай давай деді. Ертең мен Оралға келем, давай сөйлесек кездесіп деді. Ол әлі түсінбей тұрған шығар. Түсінбей тұрған, көрейін деп тұр да. Сөйтіп тойда жүр екен Тұрсынбек. Тойына кіріп бардым. Сол кезде Тұрсынбек маған қарады да. Так, Жақан, ертең билет алып, Астанаға кел. Осы айтқан сөз. Нормально ғой, бәрі нормально ғой. Сақалың бар ма ол кезде? Менде вообще өмірде мынандай сақал болған жоқ. Сен солай деп елестеттің. О, сендер елестеткендері ғой. Сен солай деп айтты. Ақиқатты мен сіздерге айтып өтейін қазір. Қалай болғанын. Сосын Тұрсынбекке бардым. Тұрсынбекке бардым. Астанаға кеттім. Тұрсынбекпен кездесіп екеуміз осылай көзбе-көз сөйлестік. Жақан, осылай менде көп нәрсе естідім, Жақан. Соның бәрі өтірік па деді. Мен айттым, тәке өтірік дедім. Как она есть, сен алдыңа келіп отырмын ғой. Иә, Тұрсынбекте жүріп, Ақтөбеге барып асаба болдың ба, қалай? 4 жыл жүрем. Сахнаның артында. 4 жыл. 12, 13, 14, 15. Монологтарына көмектестім. Өйткені екеуміздің өміріміз ұқсас. Бір-біріне, ауылымыз ұқсас. Әке шешеміз почти жасты. Примерно енді. Кішкене Тұрсынбектің жаңа хит әзілдері сенің әзілдерің екен ғой? Жоқ, енді мен менікі деп айта алмаймын.
о кісінің орындауы бөлек. Оған кішкене идея берсең, тәке ауылда бүйтетін еді ғой баяғыда десең, ол уже алып кетеді де ары қарай. Өйткені оның опыты бар, қаншама жыл халықтың алдында жүрген. Мен 4 жыл сахнаның артында жүрдім, мені шығарған жоқ. Жалғыз өзімді актер қылып. Неге шығармағаны маған әлі күнге шейін жұмбақ. Бәлкім мен ойлаймын, мүмкін менен де қате кеткен шығар. Өйткені менің көзімнен, менің өзімнен уверенность көрмеген шығар ол. Ол бірақ маған концерт сайын айтатын әңгімесі, келесі концерт сен шығасың. Бір монолог дайындап алып келемін, онша емес, дайындап алып келемін, онша емес, дайындап алып келемін, онша емес. Соңында келді де бір монолог шығарамын ғой мен. Мені жақан, осы ғой мені керегі. Осымен шығасың сен. 4 жыл бойы ренжімей жүрдім. Ренжімей, маған 4 жыл бойы ренжімей жүруіме себеп болған Қайрат Әділгерей. Өйткені концерт сайын ол біледі сол әңгімені, концерт сайын маған айтатыны, жақан, кішкене шыда. Мұңымды соған келіп айтамын. Неге шығармайды айтшы? Бірақ айлық төлеп отыр. Айлық болғанда енді алатыным 22 мың ба, сондай ғой? Бір неде жүрем, бір андай пап дейді ғой. Соның ішінде жүрген кезде бір қыз келіп маған амандасады. Сәлематсыз ба? Аты Зарина, кажется. Саламатсыз, сіз есіміңіздің есіме түсіре алмайтын. Жақан, вы же КВНчик? Я КВНчик. Сіз случайно тойға шықпайсыз ба дейді. Ну, конечно, шығамын деп, ана жерде просто айта салдым. Шықпайын тойға негізі. Номерін жазып, ертесі күні звондайды. Той Ақтөбеде болады, ставкаңыз қанша деп, сол жерде ставканы сұраған кезде мен дағы как панталат етіп кеттім бағы кішкене 100 мың ғой дей салдым. Ол кезде Ақтөбеде средний мен деген тамадалар 100 мыңға шығады. Қазір Зарина естер ренжитін шығар, мен алдады. Ол кезде ешкім білмейді. Сөйтіп той Ақтөбеде хозяйкамен кездескен кездегі мен түрім вообще бөлек қой. Да, бір 500 ату, осы өткен аптада 3 күн қатарынан той болды деген әңгіме айтып отырсың ғой, примерно. Білдіріп деу керек. Сөйтіп тойға келем, жаңа организатор слайдтың көзіне түсіп қалған. Ол менің жүргізгенім емес, менің андай костюм қалай тұрады, бойы ұзын, түрі бар, мынадан бірдеңе шығару болады. Заманауи тойларға образың әдемі келеді. Образы келеді дейді. Халал емес дүниелерді жүргізе бересің ба ол кезде? Сол кезде бастадым ғой енді. Ол халал емес деген аш қалғаннан кейін уже бастадық қой бәрінде шыны. Корпоративке де кеттік. Енді ғой еш жинап кішкене тойғаннан кейін енді шыны керек. Ақтөбеге келем, бір тойға келем, қалған тойлар шақырады. Ставкам 150 мың теңге. Сөйтемде 2015-те әке шешем үй салды. Оралда. 2015-те өзіме дұрыс көлік алып аламын. 2016-та жер сатып аламын да 2017-те коттедж тұрғызып қоямын өзіме. Қай қалада? Ақтөбеде. Сөйттім де 2016-да уже семьяда кішкене атсаяқ сылдырлай бастайды. Неге? Кішкене. Енді шынымды айтсам, көп көңіл бөлмей кеттім. Бұлай сұрайыншы, сыртта көп жүрген кезде басқа қыздарға көз салу деген нәрсе болды ма? Әлде? Менде, Зарина, ешқашанда үйленген кезде де, бойдақ кезімде де мен тойда қызбен танысып, шыққаннан кейін жүрші мен сені апарып тастайын, қарындас деп машинаға отырысып кетіп қалған адам емеспін. Ондай болған жоқ менде. Демек, ыдыс-аяқ ол үшін сылдырлаған жоқ. Ыдыс-аяқ ол үшін сылдырлаған жоқ. Ыдыс-аяқ сол мен тойым, далада жүргенім. 7 жыл тұрдыңдар. Бір ауырлау сұрақ қояйыншы, 7 жылда балаларың болған жоқ. Әлде сол себеп болды ма? Енді бәрі де бар ғой. Просто біз 7 жыл бойы жиналып келді, бір моментте шығып қалып тұр ғой. Саған тұрмысқа шыққаннан кейін көп нәрседен бас тартқан қыз деп естідім. Енді ойлашы, қаланың қызы бар, қыстаққа барып тұруға келісім берсе. Күшті емес па? Әрине күшті, ал сен келесің де оған көңіл бөлмейсің. Мен енді көңіл бөлмегенде қалай? Енді жұмыс істеу керек қой болмаса. Қол көтердің ба оған? Никогда. Ешқашан. Бір ауыр сөз айтып қалған шығармын, бірақ мен никогда 7 жылдың ішінде сен маған бала туып бермедің ғой деген әңгіме айтқан жоқ. Бала туып бермедің ба, әлде оған мүмкін сен кінәлі болған? Мен де кінәлі болған шығар. Мен сол кінәмді мойындап біліп, мен білмеймін ғой қайсымыздан екенін. Бірақ біздер барлық себебін жасадық сол нәрсе. Андай бағда медицинада бір-біріне келмейтін адамдар болады дейді ғой. Иә, болады. Бәлкім сол шығар деп ойладық. Бірақ енді біз соңғы қадам қалып, соған қадам жасаймыз деп отқан кезде уже ұрсып, ренжісіп қалдық. Мен ол кісіні мен саған айтайын қазір. Ол көрмесе де оның таныстары көріп отыр. Мен ол кісіге ешқандай өкпем жоқ.
маған қазір сұрақ қояды, неге үйленбейсің деп. 1 жыл өткеннен кейін мен бір қызбен танысып сөйлесіп көремін, и оның айтқан сөзі мен жүрегіме қатты ауыр тиді да. Ол айтады, сен маған ұнайсың, Жахан, бәрі ұнайды. Ну, сен ажырасқансың. Мен әке шешеме ажырасқан еркекке шығып жатырмын деп қалай айтамын? Маған сол нәрсе бар ғой, кәдімгі найза болып тиеді ғой. Мен содан кейін қорқамын кәдімгідей. Сен керісінше сен ажырасқан, мүмкін баласы бар әйелге үйлене алар ма едің? Ондай менде батылдық жетпейтін сияқты. Жақсы көре алмайсың. Қатты жақсы көріп қалмасаң енді. Бірақ білмеймін. Әлі ондай жөнінде ойланып көрген жоқпын шынын айтсам. Мүмкін болатын шығар. Уақыт өтті ғой. Уақыт емші дейді, емделді ма, жоқ па? Мен неге Ақтөбеден көшіп кеттім? Өйткені біз Ақтөбеде тұрдық. Сөйтіп Астанаға кетем, керуеннің ішінде отырып, 2 жыл өтіп кетті уже. Біз ажырасқанымыз. Керуеннің ішінде отырып. Қасымда Жандос інім бар, Самалбеков квнчик. Өзім жас тоқтамайды көзім. Білмеймін не екен бар ғой. Сөйтіп резко кеттік дедім, сразу басыма кепка, көзіме очки тағып алдым да, паркингке түсеміз екеуміз. Паркингке машинаның қасына келемін деп қоямын, короче. Талып қаласың. И ертесіне врачтың айтқаны, кейін барып қаралған кезде, ішінде сақтай бергенсің, ешкімге айтпайсың, шығармайсың. Мен оны жалпы журналистердің ішінде бірінші саған сұхбат беріп отқан, шындық барлығын айтып отқан. Так что мой совет — забудьте. Либо ұмытасың, либо ауру болып өлесің. Ұмыттың ба? Қазір оған бірден бір себеп болған кино. Бірінші киноға түсетінде маған звондаған кезде мен шок болып қалдым. Сені киноға сонда Инстаграмнан көріп шақырды ғой? Инстаграм себеп болды ғой. Бұл кісі Жан Мұқанов, продюсер, бірінші киноның Инстаграм қарап отырады да, интересныйдың ішінен мен шығып қалдым ғой. Қазір мен образдарым бар, Күләш апа, Жиздуха деген, Сәпеш деген да. Сәпешті мен ұнатпайтын. Ұнамайды маған. Сәпеш. Не істеп тұрсың? Жадыраны іздеп жүр. 17-ші жыл қойсын ба? Мамай. Қайрат кетті. Жадыра! Именно Сәпешті көріп шақырады деп мен ешқашан ойламаппын. Соны көріп шақырды ғой. Сол образды. Сәпеш пен Жадыра ол өмірден алынған прототип па, әлде жай өтірік? Түк қатысы жоқ. Базар жақта Ернар екеуміз сценарий жазып жүрген кезімізде 2013-те давай бір видео түсіріп көрейік. Түсіріп көрдік. Саламыз, 29 мың подписчигім болды. Салам, таңертең ұйқыдан тұрамын, осындай уақыттарда әуеттен кейін таңға жақын ұйықтап тұрық қой. Ұйқыдан тұрсам 35 мың подписчик. Кешке қарайым 40 мың подписчик. Ол кезде известный пабликтер мені отмечать етіп салып жүрген ғой. Сағындым. Айтпа өлең. Кім сағындың? Жадыраны сағындым. Жадыра қайда? Күйеуге шығып кетті. Кімге? Үшеу маған тойым жүргізбешті. Кейде айтады ғой, ойнаған рөлдерің өмірде қайталануы мүмкін деп та. Енді дінде айтатын болсақ, періштелер әмин деуі мүмкін деп. Әсері болды деп ойламайсың? Қой жоқ, ешқандай әсері болды деп ойламаймын. Білмеймін. Басыма жазып тұрған сол ғой. Дипломы бар актер, дипломы жоқ актер деген түсінік бар. Барған кезінде біраз адамдар, әсіресе кәсіби мамандар, жаңағы менсінбей қарады ма киноға алғаш келген кезінде? Осы соңғы киноның предпоказы болды 20-сында. Сол кезде сөйтіп қарады. Кино по понятиям. Кино по понятиям, да. Негізі қазақпен қазақша сөйлесу керек қой. Жемеш. Қазақша сөйлеп отыр. Қазір каждый день киноға барам, күнде барам. Басыма кепкін киіп аламын, жалап халықтың бүйтіп жалап қарап тұрам. Күлкілі моменттерінде күлді ма, ұнап жатыр ма, сосын шығып кете беремін. Келесі салға. Өзің түскен киноны айтасың. Өзім түскен киноны айтамын. Өйткені маған қызық, мен істеген ісім біреуге ұнай ма? Бір күшті болып қалғаным, Нұрлан Қоянбаев ағамыз. Келіп, қолымды алып, құшақтап, інім, мен ол кісінің творчествосын өте қатты жақсы көремін. Өйткені Нұрлан да дәл сен сияқты, ол КВН-нен бастады, оны да талай адам мойындаған жоқ. Кәсіби емес деп жатырмыз ғой. Ол қазір сол кәсіби мамандардың өзіне жұмыс тауып беріп отырған адам ғой. Маған ең бастысы әке шешеме, бауырларыма, достарыма ұнады. Ұнады ма олар? Ұнады. Мен пока мына істеп жатқан ісім 300 қанша менде? 387 ма қазір? Мың подписчигіме ұнайтын болса, пока солардың бәрі отписаться етіп кетіп қалмайынша, пока мама балам қоя сал демейінше, мен осыны жалғастыра беремін.
Жалпы мен байқағаным бағанадан бері қандай іс жасамас бұрын бірінші мамаңның ақылын тыңдайды екенсің, иә? Иә. Мамаң кет киноны тыста десе тыстап кетесің бе? Маманың бір ауыз сөз. Көп мамалар балаларын түсінбейді, балалары мамаларын тыңдамайды ғой негізі. Сен сияқты мамасын тыңдау үшін мамалар қандай болу керек? Барлығымыздың мамамыз, біздің қазіргі, мен современный келіндерді білмеймін, біздің мамаларымыздың бәрі мама ғой. Самый главный сол ғой. Маманы көрген кезде уже мама ғой, кәдімгі жүріп кетесің ғой барлығы. Біздің мама біріншіден бірден келіп ұрыспайды. Бірден келіп саған ұрыспайды. Жайлап, аккуратно. Балам, сен былай, Ұрысып отыр деп ойламайсың? Жоқ, вообще, жай сөйлеседі адам. Ақылмен жеткізеді. Сол ақылын кейде көтере алмай қалып отырмын да мен. Өйткені шынымен де жұмыс істеймін, анау деймін, мынау деймін, жеке өмірім анау, соны барлығы бүйтіп араласып кеткен кезде кейде. Жоқ, жеке өмірім анау деп сен неге олай дейсің? 3-4 баласымен әйелін тастап жас әйелдерге үйленіп жатқан еркектер өйтіп өкініп жатқан жоқ па? Бұл нәрсені не үшін барлығын шынайы айтып отырмын саған? Өйткені көрермен түсінсін. Иә, әрине, әр адамның өмірі сабақ қой басқа. Иә, сол нәрседе. Әкеңді неге көп айтпайсың? Әкем көп көрмей вақытта жұмыс істейді ғой. Жоқ, папамның екеуміз біздер қалай айтсақ болады, мен маманың баласымын просто. Менің әкем мені КВНщик болғанымды жаратпаған адам да. Ол да маған мотивация болды. Сөйтіп келемде кішкене олар уже тұрғызып тастаған үй ғой, черновой, енді салмаймыз деп жатқан кезінде мен машинаны сатамын да, машинаның ақшасын әкеліп тастаймын, мә, үй салып алыңдар, бітіріп алыңдар. Содан кейін барып әкем маған, әй, балам келатыр ғой, тамағың дайын ба? Балам дей бастады да. Бізде әкеміз енді әке ғой, біздің әкелеріміз әке ғой просто. Біз тәрбие солай, әлі күнге шейін еркек. Әкең ұйықтап жатыр. Әлі күнге шейін. Әкең естіп қоймасын. Әкең естіп қоймасын мынау. Інім ше? Қасымен қабағымызға қарап. Інім өзім сияқты ғой. Аузын ашса, асфальт көрініп жатады. Анаған да көмектеседі, мынаған да көмектеседі, өзінің жұмысын сырып тастап. Аты Бауыржан ғой деймін. Бауырына жақын болады да әрқашан. Өзінің бетіне айта алған жоқпын. Бір рахмет айтқым келіп тұр. Осы сәт пайдаланып, ол міндетті түрде осы интервьюді қарап отырмын Бокеге. Өйткені мен бір кездері қалаға келіп тұрдым, жұмыс жоқ. Сөйтіп жүрген кезде інімнің маған бір звондағаны, жақан, мен квартира снимать етіп қойдым. Мен как раз командировка деппін ғой. Ақтөбеге кетіп қаламыз, шаруалармен, қайын жұрт жаққа. Сөйтеді де Бауыржан звондайды маған, інім, жақан, қашан келесің, мен квартира снимать етіп қойдым, зарплата түсті ғой маған. Мен қасында тұр, екеуіңді өзім асырайын деді де. Сол әлі күнге шейін сол үшін рахмет айтқым келді де неме. Өйткені қатты бауырмал да. Өзінің отбасысы бар ма? Иә, 2 баласы бар. Бір баласы бар, үлкен ата-әжесінікі. Ата-әжесінікі десе, қазір өзінікі десе ренжіп қалады. Туған солар ғой. Сол себептен қазір кішкене кейін түсінген шығармын мен. Оказывается, ең бірінші кәдімгі сырласу деген передача қылып жүрдік па? Іні деген, бауыр деген ыстық қой, бауырды айтқан кезде. Жоқ, просто мен су алып беріп өзім. Су. Міне стакан. Басқа ешбір оқиғаңды айтып беріп отқан кезде жыламаған жақан, інісін айтқан кезде көзіне жас алды. Нормально драма ойнай аламын, а так дейтінші. Осындай да кішкене сол кезде қатты қиналып жүрдім. Ақша жоқ, жұмыс жоқ, семья бар, оны қалай асырайсың? Өзім ерте үйленіп алдым ғой. Сөйтіп жүргенде сол бауырымның сол сөзі есіме түсіп кетіп отыр ғой. Өзім асыраймын сені. Қазіргі уақытта мен түсінгенім, кішкене ес жинап сен айттың ғой, ақыл тоқтатқалы деп. Түсінгенім, бір жағынан сабақ болсын,
осыны қарап отқан інілеріме, бауырларыма просто ең бастысы жақсылықты үйіңнен бастау керек екен. Жақсылық жасауды. Үйіңнен. Иә, әке шешең, бауырларың. Жахан, бұл дінде де бар ғой, садақаны бірінші үйіңе беру керек. Вот соны мен кейін түсіндім де просто. Өйткені көп доста до конца тұрмайды ғой. Өйткені қанша досым болды менің. Көп достарым болды. Сол достарыма көңіл бөлем деп, мен әке шешеме көңіл бөлмей қалдым да. Сол достарыма көңіл бөлем деп, бауырыма көңіл бөлмей қалдым. Именно финансовый жағынан айтамын да. Қазір қалған достарың жоқ. Қазір қалған достарым бар, Аллаға шүкір, қазір достарым көп қой, бауырларым бар, жақсы. Бірақ мен қазір қатты жақын тартпаймын ешкімді уже. Өзім бұрын достарым бар, бауырларым бар. Мен солармен ғана жақын араласам, кейін зерттеп ол адамды біліп барып араласпасам, мен сол нәрсеге әлі шейін кішігірім тек сол адамдарға жасаған жақсылығымды неге мен әке шешеме жасамадым уақытысында, қазір олар бүйтіп жүретін еді ғой деп ше. Мен де жақсы көрем, мен әке шешем, әкем әлі күнге шейін шопыр болып жұмыс істейді ғой. Мен де жақсы көрем, әкем кәдімгідей бір үйде отырып, немересін бағып. Қазір енді Аллаға шүкір ғой. Қазір бірінші очередь інім не істейсің? Інім немен айналысқым келеді? Давай мынаны істеп көр. Бір ренжитін мен ініме. Өзім бағаламайды да. Түсінесің бе? Сондай адамдар болады ғой. Жоқ, мен мына нәрседен басқа нәрсе істей алмаймын. Комфортный зонасы бар. Өзінің зонасы бар. Оның ауруы машина. Болды ол. Оны мен жаңа машина алып бердім, новый машина. Сыйлағам былтыр. Мен айтам ғой, сен соның жаңа машинаңды қайттан сатып жіберейік. Сосын мен саған ескісін алып берейін. Сен сол бұзылған машинаны оңдап кайфовать ететін сияқтысың ғой, ұрсам да кейде. Түсінікті. Әкем новый машина, басқа біреудің ескі машинасын айдап шопыр болып жүрді, мысалға дейді. Тасташы ештеңе. Мама ұрсады сосын маған. Нең бар, жұмысы бар емес па? Стабильный алып отқан айлығы бар. Пенсион кісі бар ма? Иә, пенсион кісі. Біз енді үйреніп қалғанбыз енді. Тойға барып енді. Бірақ көп айтып жатады ғой, Жахан, сен қымбат сұрайсың, қазір қымбаттап кеткенсің деп. Мен не үшін қымбат сұраймын? Осы моментте де осы нәрсені айтып кеткім келіп тұр. Мен бағамды қазір көтеріп қойдым шамалы. Неге? Өйткені мен осы бағам көтеру үшін қанша түн ұйықтаған жоқпын. Қанша еңбектендім. Тамада Жахан деген аттың шығу үшін. Өйткені актер бола алмадым мен. Мен тойға кеттім. Осы нәрседен бір жыл өткеннен кейін Ақтөбеде лучший шоумен болдым. 2 жыл қатарынан алдым. Сол номинация. Соған стараться. Ақтөбеде сондай ұйымдастырып тұратын жақсы екен. Бар. Кинодан ұсыныс көп түсіп жатыр ма қазір? Жалпы қандай жаңалық бар? Әзірше бір киноға ұсыныс болған. Бір кастинг директор звондаған, бірақ мен бармаймын. Өйткені өткен кинода режиссердің өзі звондаған. Сосын ол шақырған кастинг директорының фильмінің режиссері менің кешегі киномды көрді. Екі неге де келді, екеуіне де көрді. Егер мен ұнайтын болсам, ол өзі шақырар еді мені сол жерде. Екеуміз таныстық сол жерде. Мен жоған айтқам, сен киноңа шақырып отыр ғой. Да, мен білмеймін. Я не знаю об этом. Жақсы дедім. Мен неге? Мен бір ұстазым бар, именно кинода төлеп берген Байсақов. Дядь Толик деймін. Сөйткен кезде дядь Толик айтқан, Жахан, саған мына бірінші кинодан кейін ертең ұсыныс өте көп болады. Но менімен ақылдас. Білмейтініңді сұра. Кез келген уақытта саған ашық. Бағың бар жігітсің, сен негізі сондай адамдар өмір жолында кездескен. Мүмкін енді. Тек комедия рөлдарына түсе бересің ба, әлде сенде драма ойнағың келе ма? Романтический комедия ойнағым келеді. Мен айтайыншы, Сергей Безруков бригададан кейін мүлдем бандиттің рөліне келіспей қойыпты. Оған бірден бригададан кейін бір 10 шақты режиссердан ұсыныс түскен екен. Өз бір сұхбатын көрдім. Сонда айтады, мен бәріне отказ бердім да, барып ешкім білмейтін бір режиссердің «Участковый» деген сериалына түстім. Участковыйдың рөліне. Өйткені маған енді бандиттан кейін жақсы адамның рөлін ойнау керек болды дейді. Сөйтіп ол өзін дұрыс қалыптастырды да, кейін ол тарихи тұлғаларды да ойнады, бәрін. Ал мүмкін біздің актерлердің қателігі шығар, олар мені тек режиссерлар комедияға шақырады дейді, тек комедияға бара береді.
мүмкін енді саған комедия емес, енді саған драманы күту керек шығар. Маған Анвар Матчанов, алла разы болсын, ол бауырыма, осы «Кино по понятиям» фильмінің режиссері, өте мықты режиссер. Менің осы киноға түсуіме себепші болған бірден бір Анвар. Сол кісінің айтқаны, менде «Кино по понятиям» ішінде досым екеуміздің ренжісіп қалатын моментіміз бар. Ты зачем сказал, что ты оператор? Ты же не умеешь снимать. Қиындығы де жоқ шығар? Әншілерді түсіріп отыр ғой. Сөйтеді сол келіп маған қолымды алып, Жахан, сенен мықты драматический актер шығады деген. Вот сөйтеген кезде мен сосын ойланып қалдым. Но мен әзірше кішкене халық танысын деймін. Но мен ең қорқатыным, ондай сөз де болмайтын шығар маған, тарихи кинолар. Ондай жерде ондай. Ханем дейтіндерді ойнамасақ біз деген. Жаңағының бәрі жазылды енді. Шантаж. Ренжімейсің деп. Рахмет шақырғандарыңызға. Пока.